Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз балалық шағымыздың дәмі қытырлақ вафлилер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге арнайы вафли пісіретін вафлица керек. Мендегі Редмондтың вафлицасы. Енді бізге керек заттар: жұмсақ сары май, ұн, қант және 5 жұмыртқа. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға аз-аздан қант қосып миксерлейтін боламыз. Шамамен 3-4 минут миксерлейміз. Біздің майымыз ағарып, қант ери бастайды. Енді 5 жұмыртқаны қосамыз. Менде миксер болғандықтан мен 5 жұмыртқаны бірден қосып жібердім. Егер сіз венчикпен араластыратын болсаңыз, жұмыртқаны бір-бірлеп қосқаныңыз дұрыс болады. Енді тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі масса болған соң, аз-аздан електен өткізілген ұнды сеуіп миксерлейтін боламыз. Шамамен 1,5 стакан ұн қосамыз. Одан артық қосу керек емес, себебі сіздің вафлиларыңыздың ұны көп болып кетсе, қытырлақ болмай қалады. Міне бізде осындай қоймалжың, қою масса пайда болуы керек. Енді алдын ала қызып тұрған вафельницаға 1-1,5 ас қасық массамызды құйып, қызарғанша пісіреміз. Пішінін өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Мен трубочки секілді пішін жасадым. Міндетті түрде вафлиіңіз суып кетпей тұрып пішінін жасап алыңыз. Әйтпесе суып кеткен соң вафлиға пішін бере алмайсыз, ол сынып қалады. Бірнеше мәрте осылай қайталай отырып, мен вафлиларымның барлығын толығымен пісіріп алдым. Сіздерге де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасауларыңызға кеңес беремін. Лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.